Сәлем достар, сіздермен аниме өмір және бүгін мен отқа май құямын, яғни сіздерге ютубтағы аниме түсіндіргіштер өз видеоларын қайдан алатынын және кімнен алатынын айтатын боламын. Шай мен тәттілеріңіз дайын болса онда кеттік. Соңғы уақытта бір анимені қысқаша түсіндіріп беру өте үлкен танымалдылыққа ие қазақ тілді және орыс тілді ютубта да. Орыстар бұл форматта 4-5 жылдан аса уақыттан бері контент жасап жүр, ал біздің арналар жақында ғана жақсы көтеріле бастады. Ютубер ретінде анимелерді қысқаша түсіндіріп беру идеясы маған 1,5 жыл бұрын келген, бірақ ондай формат маған ұнамаған соң мен оны жасамадым да. Себебі өзіңе ұнамайтын тірлікпен айналысу ол нағыз тозақ. Мен бұны жақсы білемін және түсінемін, және оған қоса бір анименің қысқаша түсіндірмесін көру ол мен үшін ақымақтық еді. Себебі егер керек болса менің өзім қалаған анимені толық көріп шыға аламын, бірақ басқа адамдар мен ойлағандай ақылды болып шықпады. Біз көп жағдайда адамдардың интеллектін тым жоғары бағалап жатамыз. Кезінде мен де орыстың анимиллион сынды арналарынан видеоларды қазақша аударып өз арнама салғым келген, бірақ өкінішке орай мен адал адаммын. Кем дегенде ютубтағы контентке келгенде мен адал адаммын. Біреудің еңбегін ұрлау, оны өзімнің еңбегім деп көрсету, мен жай идеясын алдым деп айта салу. Мен өкінішке орай мұндай сорақылыққа бара алмаймын. Мен өкінішке орай деп айтқан себебім көп жағдайда әділдік, адалдық, мейірімділік сияқты ізгі қасиеттердің шын өмірде ешқандай пайдасы жоқ. Ал өтірік айту, біреуді алдау, манипуляция жасау ол жетістікке жетудің тиімді жолдарының бірі. Және бүгін мен сіздерге айтатын арналарды осы тиімді жол арқылы жақсы көтеріліп келе жатыр. Енді соларға жақынырақ тоқталайық. Соңғы кезде адамдар өліп көріп жатқан аниме ғой шешес арнасы солардың қатарында. Аниме ғой шешес арнасы орыстың анимиллион және токугава арналарындағы видеоларды қазақ тіліне аударып салады. Соның бір мысалын көрейік. Мысалға анимиллионның клинок рассекающий демонов видеосын тыңдап көрейік. Мен интро мен кіріспен алып тастаймын. События клинка рассекающего демонов проходят в Японии эпохи Тайсё. Главным героем является подросток Танжера Камада, который живет на горе с 3 братьями, 2 сестрами и матерью. Он отправляется в город, чтобы продать уголь. Жақсы. Және енді аниме ғой шешестің дәл сол видеоға жасаған қысқаша түсініктемесін алайық. Оның да интросы мен кіріспесін алып тастаймыз. Жын кесетін пышақ анимесі Япониядағы Тайсё дәуіріндегі кезді көрсетеді. Оның басты кейіпкері тауда анасы, 3 бауыры және 2 қарындасымен бірге тұратын подросток Акамадо Танзиро. Ол көмір сатып біраз ақша жасайды. Екі видеоның мәтіні бірдей, видео қатары да бірдей. Енді екеуінің дауыстарын өшіріп, екеуін бірге қойып көрейік. Бірдей, бірақ анимиллиондікі сонда да оригинал. Мүмкін сіздер айтатын шығарсыздар, аниме өмір ол тек бір видеоны ғана солай аударып салған шығар деп. Жарайды, басқа 2 видеоны салыстырып көрейік. Анимиллионның повесть о конце света деген анимасын алайық, себебі дәл сондай видео аниме ғой шешесте де бар. Анимиллионды бірінші тыңдайық. Итак, в начале аниме нам показывают совет Валькалы, который проходит каждую 1000 лет и где боги решают дальнейшую судьбу человечества. Там верховный бог Зевс, как председатель совета, выставил на голосование вопрос о том, позволят ли боги существовать. Ал енді аниме ғой шешеске көшейік. Сонымен анименің басын бізге әр 1000 жыл сайын өтетін және құдайлар адамзаттың тағдырын шешетін Вальхалла кеңесін көрсетумен бастайды. Сол жерде жоғарғы құдай Зевс кеңес төрағасы ретінде құдайлар адамда. Тағы да видеолар бірдей. Орысшасының 10 секундын көріп артынан қазақша нұсқасын көрсеңіздер, мағынасы еш өзгермейді. Жақында анимиллион шынжырлы ара адам жайлы видео салған болатын және аниме ғой шешес дәл сол видеоны 2 бөліп салған тұғын. Сол видеоларды көрейік. Әдеттегідей оригинал авторы анимиллионды бірінші қарайық. Охотникам на демонов. И с тех пор Денджи работает на них, и за каждого демона он получает 300 кусков. Но из-за долга и других расходов у него на руках остается меньше 1% от этой суммы. Поэтому Денджи и Пачита питаются исключительно. Жақсы, ал енді ұрлық қой шешес. Аниме ғой шешестің видеосына көшейік. Сол уақыттан бері Денджи бандиттарға охотник на демонов ретінде жұмыс істеп, әрбір демон үшін 300 000 йен алады. Алайда қарызы мен басқа да шығындарға байланысты оның қолында осы сумманың 1%-нан. Дәл сол жағдай. Ең басында аниме ғой шешес One Punch Man және Аватар Аанг жайлы аңыз видеоларын ұрлағанда,
ол анимиллионнан алдым деп дисклеймер қалдырған болатын, бірақ содан кейін қалдырмайтын болды. Мүмкін подписчиктері көбейгеннен кейін олай жасау керек емес деп ойлаған шығар. Себебі адамдар сенің біреуден видеоларды ұрлайтыныңды білсе, олардың саған деген көзқарасы тез өзгеріп кетуі мүмкін. Және біреуден ұрлап салынған контентпен біреуден жарнама алу да қиын болады. Және жақында ол анимелерді охуительный қылып айтып беремін деген сөздері бар пост қалдырыпты. Меніңше охуительный қылып ұрлап беремін деу дұрысырақ болар еді. Ал Токугава арнасынан ұрлаған видеоларынан мен ондай дисклеймер көрмедім. Сонда ол не, Токугава арнасынан ұрланған контентті өзінің оригинал контенті деп ойлай ма? Әлде подписчиктердің саны көбейгенде анимиллионның ұрланған контенті оның өзінің контенті болып кетті ме? Жарайды, енді Токугава арнасының Баяцбаки жайлы түсірген видеосын көрейік. Иә, тағы да видеолар бірдей. Мүмкін арнаның атын Анимиллион Токугава қазақша деп ауыстыру керек шығар. Мүмкін сіздер сенбейтін шығарсыздар, бірақ негізі мен аниме ғой шешесі арнасының үлкен болып өскенін қалаймын. Себебі ол үлкен арна болса, оны қазақ тілді не орыс тілді подкасттар өзіне шақыруы мүмкін қонақ ретінде. Сол кезде менің контентім оригинал, сценарий жазу оңай дүние емес, мен адал көтерілген ютубермін деген сияқты сөздерін көріп, күлкіден жыртылғым келеді. Мен Анимиллион арнасының авторы кім екенін білемін, бірақ одан әдейі аниме ғой шешесі арнасы жайлы сұрамадым. Себебі егер Анимиллион аниме ғой шешесі жайлы білмейтін болса, онда ол ашуланып аниме ғой шешесінің арнасын жоқ қылуға тырысуы мүмкін. Ал аниме ғой шешесі ұрлықшы болса да, ол да бір қазақтың баласы. Сол үшін мен оның арнасының өшіп қалғанын қаламаймын. Және мен бұл видеоны аниме ғой шешесінің өзі көреді деп те ойламаймын. Ол мен жайлы тіпті білмеуі де мүмкін. Және басқа түсіндіргіш ютуберлер Сентофи, Мералин және тағы басқалар, олар да өз видеоларын орыстардан алады. Мысалы, Сентофидің шынжырлы ара жайлы видеосы Токугава арнасынан алынған. Өздеріңіз қарап көріңіздер. Ал Мералиннің лукизм жайлы видеосы Анимер арнасынан, Берсерк жайлы видеосы Лич Сама арнасынан алынған болатын. Енді сіздер білесіздер ол видеолардың қайдан және кімнен алынып жатқанын. Дегенмен мен сіздерге ол арналарды көрмесін деп жатқан жоқпын. Егер сіздерге ұнаса, мені тыңдамаңыздар. Және сіздер маған да айтуларыңыз мүмкін. Сен де ұрласаңшы, бәрі ұрлап жатыр ғой, сен де қалма деп. Бірақ мен бағана айтып өттім сіздерге, мен ондай төмен адам жасайтын іске бармаймын деп. Сіздермен бірге болған аниме өмір, сау болыңыздар.